11 қыркүйек елордамыз Астана қаласында Қазақ хандығының 550 жылдығын кеңінен аталып өтіледі. Еліміз үшін ұлы мерекеде шетелдік меймандар да қатысады деп жоспарланған. Аталмыш іс-шарадан өңіріміздің белді өнер ұжымдары да тыс қалмақ емес. Қазіргі күнде үлкен мейрамға қызу дайындық жалғасып жатыр. Солтүстік Қазақстанның Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ саз драма театры мен Николай Погодин атындағы Орыс драма театры театрландырылған қойылым дайындап жатса, одан өзге туған жер секілді би ұжымдары, Сегіз атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрі және тағы басқалары да Астанадағы концертте өнер көрсетеді деп жоспарланған. Барлық сала бойынша, барлық бөлім бойынша қазір дайындалып жатырмыз. Ертең алла жазса барғанда өзіміздің бағамызды аламыз деп ойлаймыз. Ешкімнен кем түспей, жоғары дәрежеде өнерімізді көрсетіп, насихаттап, жалпы қазақ хандығының тарихын, тағылымын, сол хандықтың тұсында болған біздің батыр бабаларымыздың жасаған ерліктерінің барлығы насихатталады. Театрландырылған түрде, концерттік түрде, би түрінде, барлық түрінде біз соны көрсетеміз. Ұзын соңы 1 сағатқа жалғасатын бағдарламаны солтүстік қазақстандық өнер ұжымдары Астанадағы Қазақ елі монументінің алдында ашық аспан астында ел назарына ұсынбақ. Бұған елордалықтар мен әсем қала Астанамызға келген мыңдаған қонақтар қатысатын болады. Қазақ хандығының 550 жылдығын тойлауға арналған мерекеде біздің әртістеріміз 2 күн болмақ.